ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз қай заманда да киелі ұлы, ең ұлы құрмет иесі. Адамның адам болып тұлғаланып келгенінде мектеп пен ұстаздың орны ерекше. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ұлттық сана сезімді сіңіру үшін ол мұғалім. Құрметті ұстаздар, ұстаздық еңбектеріңізге шығармашылық табыс, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мәңгіліктің мызғымас мақтанышына айналған ғұмыр жолыңыз әрдайым жемісті болсын. Аса қадірлі ұстаздар, әріптестер, сіздерді мерейлі мерекеміз, ұлылардың ұлысы ұстаздар күнімен құттықтаймын. Сөзі маржан, үні ән болған, болашақтың басшысында, данасында, әншісінде, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде өсіретін ұстаздар ғой. Қиыны мен қызығы мол ұстаздық жолда өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі еңбектеріңізге, мемлекетіміздің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге шығармашылық шабыт, толайым табыстар, қажымас қайрат, зор денсаулық тілеймін. Мерейлеріңіз әрқашанда үстем болсын. Ардақты ұстазым, өзіңнен шашасың. Құрметті де аяулы, өз уақытын аямайтын, өзгенің бақытын аялайтын біздің қымбатты ұстаздар. Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осындай қиын қыстау кезінде сіздерге зор сабыр, шыдамдылық тілеймін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өскелең ұрпаққа беріп жатқан тәлім тәрбиелеріңіздің өлшеуі жоқ. Алаш зиялысы Мағжан Жұмабаевтың «Алты алаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі» деген сөзі ұстаз еңбегін бағалап, ардақтап, айғақтап тұрғандай. Осынау қызығы мен шыжығы мол еңбек жолдарыңызда қанаттарыңыз талмай, шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөленіп жүре берулеріңізге тілектеспін. Мереке құтты болсын.